Бел омыртқасының остеохондрозы дегеніміз бел омыртқасының дегенеративті дистрофиялық зақымдануы. Науқас көбіне бел аймағындағы ауырсынуға және жамбастан бастап аяқ саусақтарына дейін шаншып, сыздап ауырсынуына шағымданады. Бел аймағындағы өткір ауырсынумен науқас бүгілген күйде қатып қалады. Кез келген қозғалыс кезінде, әсіресе арқаны түзету барысында бел аймағындағы ауырсыну күшейеді. Ауырсыну санның артқы жағында пайда болады. Өкше мен аяқтың сыртқы жиегіне дейін таралып, аяқтың ұюы және жансыздану сезімі болуы мүмкін. Құрметті достар, Авиценна медициналық каналына қош келдіңіздер. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен сізге өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны көріп отырған болсаңыз, каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Көп адамдар омыртқа бағанасы мен буындарымен проблема болған кезде ауырсынуды денеге суық тигізуден, ауыр заттарды көтергеннен, кенет қозғалыс жасағаннан деп ойлайды. Негізінде бұл аталған факторлар тек ауырсынуды тудыруы мүмкін. Былайша айтқанда, бұл аурудың дамуы ерте баста пайда болған. Яғни остеохондроз әлеуметтік тұрмыстық ауру болып саналады. Остеохондроз бұл денені дұрыс пайдаланбаудың салдары. Тұрақты және дұрыс физикалық белсенділік болмаса, қаңқа бұлшықеттері, соның ішінде омыртқаның ішкі және терең бұлшықеттері әлсірейді. Салдарынан омыртқаларды қоректендіретін арқаның бұлшықеттері атрофияланып, өз қызметін дұрыс атқармайды. Сол маңда орналасқан омыртқа сүйектері, омыртқаралық дисктер, омыртқаралық дисктерде орналасқан шеміршектер қанмен қамтамасыз етілуі, қоректенуі нашарлап, сусыздана бастайды. Ал ол өз кезегінде сүйектердің тез қартаюына, мүжілуіне, ең сорақысы омыртқалардың арасындағы қашықтық азайып бір-біріне қажалу салдарынан сүйектердің үшкірленуі дамиды. Осы жағдайлардан соң остеохондроз пайда болады. Остеохондроздың мойын, кеуде, бел, сегіз көз, омыртқа түрлері болады. Әр бөлімнің клиникалық көріністері әртүрлі болады және өмір сүруге айтарлықтай зиянын тигізеді. Бел омыртқасының остеохондрозы клиникалық көріністеріне бел, арқа аймағындағы сыздап немесе шаншып ауырсыну. Кейде ауырсыну симптомы бел аймағынан басқа жамбас, сан, аяқ балтыры мен тобық буыны арқылы аяқ саусақтарына дейін таралады. Жамбас пен аяқтың ұюы сезім пайда болады. Ауырсыну дерек қимыл жасағанда, арқамен жатқанда, отырған орнынан тұрғанда, баспалдақтан көтерілгенде, тегіс емес жолдарда жүргенде, ауыр заттар көтергенде және ұзақ уақыт бір орында отырғанда күшейеді. Ауырсынуды қалай басамыз? Ауырсынуды басатын қабынуға қарсы дәрілер, жақпа-маздар, блокадалар, корсеттер сияқты дәлелді медицинада емдеу әдістері симптомдарды жеңілдетуге және оң әсердің көрінісін жасауға көмектеседі. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс.